Әбілхан Қастеев атындағы өнер мұражайында ұлылармен сұхбат деп аталатын Ресей суретшілерінің көрмесі өтті. Көрмеде Ресейдің қос астанасы Петербург мен Мәскеу қалаларының аға буын суретшілерін біріктіретін Parallel Words шығармашылық тобының жұмыстары ұсынылды. Ұлылармен сұхбат атты көрме осы кезекті көрмеге ерекше рең берілетін өзіндік шығармашылық бағдарлама болып есептелінеді. Жалпы бұл классикалық туындылардың желісімен байланысты астарында бұрынғы дәуірлерден архаикадан бастап бүгінгі күнге дейін шығармашылық туындардың мәтіннің шығармашылығының ерекше өңделуі болып саналады. Parallel Words шығармашылық тобы 8 мәскеулік және Петербургтың 8 суретшісінен құралған. Көп жыл бұрын негізі қаланған топ құрамындағы әрбір суретші өнерден өз орнын тапқан тәжірибелі қылқалам иелері. Суретшілер ұлылармен сұхбат құру арқылы олардың жаңғырған үніне құлақ түріп, шеберліктерін шыңдай келе, әйгілі суретшілердің ізін жалғастыруды көздейді. Бізді біріктірген күш ол сонау ата-бабаларымыздан аманат етілген көркем сурет өнерін қорғау, насихаттау идеясы. Кез келген суретшінің үлгі тұтатын еліктейтін тұлғасы болады. Біз әрқайсымыз өнерде қолтаңбамызды қалыптастырғанмен де ұлылар салған жолмен жүреміз. Өзіндік бағыт-бағдарымыз, көп жылдық тәжірибеміз болса да, біз әрдайым ұлы суретшілермен іштей сұхбаттасамыз. Шығармаларымыз арқылы үндесеміз. Әр түрлі жанрдағы суреттер жинағы оның пайда болған тарихын еске түсіріп, көрерменге терең ой тастайды. Бұл бағытты қалыптастырушы ұлы суретшілердің жолы ескірмей, жалғасын тауып келеді. Дәл осы пікірді шығармалар арқылы көпшілікке жариялағысы келген суретшілердің мақсаты орындалғандай.